Мен енді психолог емеспін, бірақ ше, елу сегіз бұда өте банағы микро-макро элементтер, витаминдер тобы, составы өте богатый, бай состав. Біздің ағзамызға, клеткаларымызға керек составтың бәрі, керек микро-макро элементтің бәрі осы елефтің составында. Елеф сегіз и кешкісі. Осы екеуін ішетін болсаңыз, міндетті түрде қорқыныш жүрегіңіздің бәрі қалады. Бәрі қалады. Жағымсыз ойлар ма, негативный ойлар ма, бәрі кетеді. Құдайым-ау, төбемде міне Құдай тұр ғой. Негативный ойлар, жаман ойлардың бәрінен құтыласыз. Міне Аллаға шүкір, өзім құтылдым. Аллама сансыз шүкір. Осы витаминнен құтылдым. Міне бала шағам, немерелеріммен айтып отырмын ғой, Құдайға шүкір немерелерім бар, бала шағаларым бар. Елге өтірік айтып не істеймін? Жаман ойлардың бәрінен құтылдым. Бірақ әрекеттер жасадым, кішкене таза ауаға шығып, біраз жүріп, ол да керек. Мынандай адам жоқ жаққа, табиғатқа шығып, жаяу жүріңіз, кішкене далада. Үйде отырып іше бергенде болмайды, бір көмек те керек те. Бірақ 58 алып шығады. Қазір комплекс бар ғой, комплекс қазір акцияда тұр, Айзада ханым. Комплекс алып алыңыз, 62 мың теңге. 63 или 62 мың ба сондай болады. 36 күнге жететін комплекс алып алыңыз. Таңертең ішетін, кешке ішетін акцияға шықты. Бұл қорқыныш үрейден 1 айда шығып кетпес, 2 айда шығып кетпес. Бірақ азайып кетеді өзі. Мен 10 ай, сол 7, 8, 10 айда байқадым ғой. Онда сол қорқыныш үрейім бәрі кетіп қалған. Қазір мен жалғыз өзім тұрамын. Жақында немеремді алып келдім, бірақ анау мамасы роддомда жатқан, босанғаннан кейін. А так бір жылдан бері бір өзім жатамын. Құдайға шүкір, еш қорықпаймын. Баламды шетелге жұмысқа барам деген кезде, сол осыдан 2 жыл бұрын жібермей қойғам Кореяға. Мен қорқам деп. Бұрын балдарды мектептен де алып қала бердім. Апайлары звондаса, ойбай, мен ауырып жатырмын, давлением ұстап жатыр, немесе грипп ауырып жатыр, мына жерім ауырып жатыр. Апай, мамаша болмайды ғой, өйтіп алып қала бермесеңізші балаларыңызды, мен директор ұрысып жатыр ғой маған яқта деп, справка алып келсін дейтін тұғым ғой. Кезек екеуін оқымай ақ қойыңдаршы дейтін мен балаларыма. Қазір міне жалғыз өзім тұра беремін. Баламды Кореяға жібермей қойған едім, одан кейін Англияға келесі жылы Англияға тапсырды да, виза шығып кетті. Содан мама барайыншы, сен жақсысың ғой дегеннен кейін мен жібердім, мақұл бар деп. Басында қорқып тұрдым, оказывается, менде қорқыныш жоқ екен. Еш қорқан жоқпын. Қазір жақсы бір өзім тұрамын.